Сәлем достар, видео бастамастан бұрын арнаға жазылып және де лайк басып қойыңыз. Бүгінгі видеода сіздерге жаңа жыл жайлы айтатын боламыз. Жаңа жылдың тарихын зерттеп, құпиясын ашып, бәрін сіздерге баяндап беретін боламыз. Видеоны сондайын тамашалаңыз. Жаңа жыл тұңғыш рет Месопотамияда тойланған. Ғалымдардың айтуынша, адам баласы алғашқы жаңа жылды біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдықта атап өткен. Жаңа жыл барлығымыз үшін ерекше мереке. Әлемнің көптеген халықтары тойлайтын ортақ мерекенің тарихы да әртүрлі. Әр елдің тойлау дәстүрі де өзгеше. Қазақстанда да әр жылдың 1-ші қаңтарында қараңғы түні жаңа жыл мерекесі тойлайды. Дегенмен, жаңа жыл мерекесінің шығу тарихын білмегенімізбен біз білмейтін қызықтар да болады. Сондықтан National Geographic History порталы жаңа жыл туралы қызықты 10 деректі оқырман назарына ұсынды. Римдіктер үшін жаңа жылдың алғашқы күні 1-ші қаңтар болып есептелген. Римдіктер бұл күнді ерекше тойлап, сәтті өткізу үшін барын салған. Мерекені тойлауды императорларға Юлий Цезар жаңа күнтізбе енгізді. Орыстарда Петрге дейінгі жаңа жыл мерекесі 1-ші қыркүйек күні тойланып келген. Тек Петр келген соң 1-ші қаңтарға ауыстыруға үкім шығарылды. Яғни 1700 жылдан бастап орыстар жаңа жылды әшекейлі шыршамен қарсы алу дәстүрін енгізіп, Ресейде жаңаша жыл санауға басталған. Әлемдегі ең үлкен жасанды шырша Шри-Ланканың астанасы Коломбо қаласында құрылған. Шырша миллиондаған бүршіктер мен жүздеген мың мерекелік алаумен көмкеріліп, болат шыптақтар және сымдардан жасалған. Биіктігі 73 метрге жетеді. Австралияда жаңа жыл экзотикалық түрде өтеді. Қар шырша, бұғы, сынды мерекелер атрибуттар жоқ. Ондағы аяз ата Сидней жағалауының су киімімен келеді. Дәстүр бойынша оның киімінде ақ сақал және қызыл қалпақ болады. Мұсылман мемлекеттері, оның ішінде Египет, Сирияда тойланады. Алғаш рет 1895 жылы шыршаға ілінген электрлі тірісті тізбек жанған. Алғаш жаңа жылдық шыршаны безендіру 16 ғасырда Германияның Эльзас қаласында бастау алынған. Ал кейбір жазуларда шырша қолданысқа енбес бұрын Еуропа халықтары өз мерекелерінде пирамида пішіндес ағаштан жасалған құрылғылары пайдаланылғаннан кейін олар бұл құрылғыны сөрелеріне тәтті дәмділермен сыйлықтар қоятын болған. Ал кейбір елдерде шие ағашы жаңа жылдың сәні болды. Бірақ жаңа жыл барлық араб елдерінде тойланбайды. Кейбір араб елдерінде тойланады. Мысалы, Сауд Арабияда 31 желтоқсаннан жаңа жыл бөбектердің де, ересектердің де сүйікті мерекесі. Сағат 12-ні соғысымен от шашуларға қарап тұрып, ескі жылдың келмеске кеткенін түсінеміз. Ертегіге сенбесек те, жүрегіміздің түкпірінде жаңа жылдан бір сиқырды күтіп, бақыт тілейтініміз бар.
Сол себептен де мерекеге тыңғылықты дайындаламыз. Үлкен құлшыныс пен сыйлық таңдаймыз. Ең сүйікті тағамдарды әзірлеп, жақындарымызды қуантуға асырамыз. Және ес білгелі осылай жалғасып келеді. Ал сіз дәл осы уақытта әлемнің екінші бір бұрышындағы адамдардың мерекені қалай тойлайтынын ойладыңыз ба? Олар әртүрлі емес, әртүрлі уақытта да мерекелейді. Мәселен, парсы жаңа жылы 22 наурызға тура келеді. Наурыз аталатын мерекенің 2500 жылдық тарихы мен өзіндік қайталанбас дәстүрлері бар. Жапонияда жаңа жыл 1 қаңтарда аталып өтіледі. Желтоқсан есік қағысымен қала көшелері жаңа жылдық ойыншықтарға, шыршаларға, аяз аталарға толады. Жаңа жыл түрінде ғибадатханаларда 108-ші соққы жасалады. 12-ден кейін барлық жапондықтар күле бастайды. Олар төрден орын алған жылға күлкі бата мен сәттілік әкеледі деп сенеді. Олардың мерекедегі ең негізгі нышандары және бойтұмары памуктен жасалған 10 см 1,5 метр аралығындағы тырмалар. Бұндай тырма келер жылы бақыт жинау үшін әркімде болу керек. Үндістер тұратын жерде жаңа жылды әртүрлі тойлайды. Жебесі жанып тұрған жылан басты нышан. Ол жанып біткенде жаңа жыл басталады. Солтүстік Үндістан тұрғындары өздерін қызыл күлгін ақ түсті раушан гүлдерімен сәндесе, оңтүстік Үндістанда аналар тәттілерді, гүлдерді, шағын сыйлықтарды, салған табақтарды дайындайды. Таңертең балалардың көздері байланып, сол табақтың жанына алып келінеді. Орталық Үндістанда сарғыш түсті жылаушылар ілінеді. Ал достым, осы видео аяқталды. Егер саған видео ұнаған болса, арнаға жазыл және де лайк бас. Сонда менің ары қарай видеоны жалғастырып түсіруіме үлкен бір шабыт әкелер едің.